Бәріңізге сәлем достар. Бүгін сіздермен панчо деп аталатын шоколадный торттың рецептісін ұсынатын боламын. Каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен керек заттар жұмыртқа және қант. Жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, оның үстіне қант салып, жақсылап миксерлеп араластыратын боламыз. Кішкене ұзақтау араластырыңыздар, аппақ болып көтерілгенше араластыру керек. Сол кезде біздің бисквитіміз биік болып, жақсы болып, үлпілдек болып пісетін болады. Міне біздің массамыз осындай болды. Енді осының үстіне сұйық майымызды және сүтімізді құйып жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Миксерлеп болдық. Енді ұнымызға қопсытқышымызды қосып алып, үккіштен өткізіп, ұнымызды аз-аздан салып отырып араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз осындай болып шығады, сұйық болады. Оны біз пергамент қағазға салып 180-20-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Коржымыз дайын болды. Енді коржымыздың ең астыңғы фундаментін жасап алуымыз керек. Ол үшін бізге осындай дөңгелек тәрелке керек. Осы дөңгелек тәрелкені алып, осылай дөңгелекше етіп кесіп аламын. Міне осылай кесіп алдық. Бұл торттың ең астындағы корж болып табылады. Енді қалған корждарды бірнеше кубик тәріздес етіп бөліп тастайтын боламыз. Корждарымызды кесіп болдық. Енді ыдысымызға пищевой пленка болмаса целлофан төсеуіміз керек. Өйткені тортты жасап болған соң ыдыстан тортты босату оңай болады. Целлофанымызды төсеп алдық. Енді ыдысымызға кремімізді жағып, корждарымызды аз-аздан сала отырып, торттымызды дайындайтын боламыз. Мен кремге творожный сыр мен сливки қостым. Толығырақ описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасай бересіздер. Мен салмасына мейіз бен жаңғақ қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қосуларыңызға болады. Міне барлығын осылай жинап алдым. Енді үстіне бағанағы дөңгелек пішінді корждарымызды қойып, бетін жауып, тоңазытқышқа бір күнге қойып қоямын. Сол кезде жақсы сіңіп тұрады. Қалауларыңыз бойынша 1-2 сағатқа қоюларыңызға да болады.
Міне тортымыз бір күн тұрды. Енді жаймен астына ыдыс қойып, целлофаннан босатып алатын боламыз. Міне осы целлофаннан алғаннан кейін тортымыз күшті болып шықты. Енді мен үстіне әрлеу үшін Қазақстан шоколадын күштен өткізіп, бетіне септім. Міне тортымыз осылай ерекше дәмді болып шықты. Каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.